Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қанықпаған асетиленді көмірсутектер. Жоспар асетилендің құрылысы, алкиндердің номенклатурасы және изомериясы, алкиндердің алынуы, алкиндердің химиялық және физикалық қасиеттері, алкиндердің жеке өкілдері және қолданылуы. Пайдаланылған әдебиеттер. Алкиндер көміртегі тізбегінде бір не одан да көп үштік байланысы бар қанықпаған көмірсутектер тобы. Үштік байланыс молекуланың негізгі функциялық тобы болып табылады. Жалпы формуласы арқылы алкиндердің сәйкес алкендерден қанықпағандығы басым екенін байқауға болады. Бұған көз жеткізу үшін көміртек сандары бірдей көмірсутектердегі сутектерді салыстырайық. Мысалы, этан, етен, этин. Алкиндердің жалпы формуласы алкадиен көмірсутектермен бірдей, яғни CN H2N-2. Бірақ молекула құрамындағы байланыстары өзгеше. Алкиндердің құрылысы асетилен молекуласындағы әр көміртек атомы бір сутек атомымен байланысады және өзара үш еселі байланыс арқылы жалғасады. Алкиндерде үш байланыс жиынтығы көміртек атомы sp гибридтенген күйде болады. Көміртектің екі гибридтенген орбиталының біреуі сутек атомының s орбиталымен, келесі екіншісі көміртек атомының sp гибридтенген орбиталымен сигма байланыстар түзуге жұмсалады да, асетилен молекуласындағы атомдардың бәрі 180 градус бұрыш жасап, бір түзудің бойында орналасады. Гибридтенуге қатыспаған екі пи орбиталдары өзара перпендикуляр жазықтықтарда орналасып, екінші көміртек атомының осындай орбиталдарымен арасында екі пи байланыс түзіледі. Яғни асетилен молекуласындағы екі көміртек атомының арасындағы үш байланыстың біреуі сигма, екеуі пи байланыстан тұрады. Алкиндердің номенклатурасына келетін болсақ, олар ең ұзын көміртек тізбегін анықтауға қажет. Тізбек үштік байланыстарды қамтуы тиіс. Көміртек тізбегін нөмірлеу үштік байланыстардың орнына қарай ең кіші санын алу қағидасына сай жүргізіледі. Яғни негіздік жұрнақ ин жалғанады. Етин, пропин және бутин 2 деген. Алкиндердің изомериясы алкиндерге бірдей химиялық құрамға ие бола отырып, құрылысы әртүрлі болатын бірнеше изомерия түрі тән. Оларға құрылымдық изомерия, үштік байланыстың орны бойынша изомерия, сондай-ақ функционалдық балама изомерия жатады. Мысалы, пентин формулалы алкиндер тізбек изомериясын береді. Мысалы, пентин 1, пентин 2, үшінші метил, бутин 1 сияқты қосылыстар пайда болады. Бұл көміртек қаңқасының тармақталуы мен ұзындығының өзгеруі нәтижесінде туатын айырмашылық. Үштік байланыстың орны бойынша изомерия келетін болсақ, мысалы, бутин 1-де бірінші көміртектен келген үш байланыс болады, бутин 2-де үш байланыс екінші көміртек пен үштің арасында орналасады. Бірақ үштік байлам әр жерде тұрғандықтан екі түрлі қосылыс болып есептелінеді. Сонымен қатар алкиндер кейбір циклды қанықпаған қосылыстармен формулалары бірдей болып, бірақ құрылымы бөлек болады. Алкиндердің алынуына тоқталсақ, алынуы өнеркәсіпте асетиленді көп кездесетін химиялық шикізат ретінде табиғи газдардан алады. Реакцияны жүргізу жағдайында байланысты метанды айырғанда асетилен аралық өнім ретінде түзіледі. Екінші, алкиндерді сәйкес алкандарды дегидрлеп алуға болады. Мысалы, этанды 1280 градусқа дейін қыздырғанда асетилен және сутек газын ядырайды. Лабораторияда және күнделікті тұрмыста асетиленді кальций карбидінің суымен әрекеттестіріп алады. Сонымен қатар кальций карбидін электр пеште сөндірілген әкпен кокстың жоғары температурасында 2000 Цельсияста әрекеттестіру арқылы алуға. Алкиндердің химиялық қасиеттері қосылу реакциясына кіріседі. Қосылу реакциясы бойынша бірінші гидролену реакциясы сутекпенен гидроленіп этилен түзіледі. Сондай-ақ галогендермен орын басу реакциясына кірісіп, сутектің орнын галоген атомдары басып, бұлар жаңағы дибром этилен түзілсе, арғы жалғасты орын басу реакциясы жүріп, тетрабром этан түзіледі. Гидратация, яғни сумен реакциясының нәтижесінде асетиленнің циркальдегид түзіледі. Бұл МГ Кучеров реакциясы деп аталады. Полимерлену реакциясына кіріседі, яғни
3 молекула ацетилен өзара бірігіп тотығу реакциясы оттекпенен тотыққан жағдайда қос негізді қышқылдар түзеді. Сондай-ақ оттегінде жанып, көміршіл газы және су түзеді. Алкиндердің физикалық қасиеттері олардың молекулалық массасына, тізбек ұзындығына және үштік байланыстың ерекшелігіне тәуелді болады. Төменгі мүшелері этин, пропин, бутин бөлме температурасында газ күйінде болса, ал көміртек саны көбейген сайын одан әрі қатты заттарға айналады, сұйық қатты заттарға айналады. Алкиндер судан нашар ериді, органикалық еріткіштерді жақсы ериді. Қайнау және балқу температурасы алкендер мен алкандарға қарағанда аздап жоғарырақ. Өйткені үштік байланыстың айналасындағы түзу сызық құрылым молекулада арасындағы тартылысты күшейтеді. Алкиндердің негізгі жеке өкілдері этин, пропин, бутиндер, пентиндер және гексиндер жатады. Ең қарапайым өкілі этин, яғни ацетилен құрылысы екі көміртек арасында үш байланыспен байланысқан бөлме температурасында газ күйінде болады және дәнекерлеуге, сондай-ақ көптеген органикалық заттарды синтездеуге бастапқы шикізат ретінде пайдаланылады. Одан кейінгі өкілі профин құрылысы бір метил радикалы мен ацетилен, ол да газ күйінде кездеседі және түрлі аралық органикалық қосылыстар өндіруге қолданылады. Алкендердің қолданылуы алкендер өнеркәсіпте зертханалық химияда кең қолданылады. Этин мен басқа төменгі алкендер органикалық синтездің бастапқы шикізат қызметін атқарады. Олардан әртүрлі полимерлер, еріткіштер, синтетикалық каучук, пластмасса, сондай-ақ қажетті мономерлер алынады. Кейбір алкендер арнайы иіс, бояғыш және дәрілік заттардың өндірісте қолданатын ароматты және қанықпаған қосылыстардың синтезіне жол ашады. Өнеркәсіпте, әсіресе мұнай химия саласында алкендер көмірсутектерді өңдеу, газ қоспаларын тазалау және органикалық аралық заттар алу кезінде маңызды рөл атқарады. Төменде пайдаланылған әдебиеттері ұсынылған. Назарларыңызға рахмет.